Министрлік мемлекеттік әлеуметтік міндеттемелерін уақытылы және толық көлемде орындап жатыр. Жыл сайын әлеуметтік төлемдермен шамамен 4,5 миллион адам қамтылады. Ағымдағы жылдың 7 айында жоспарланған 6 триллион теңгенің 3,4 триллион теңгесі төленді. Оның ішінде 2,5 миллион зейнеткерге 2,5 триллион теңге сомасында зейнетақы, 200 мыңнан астам балалы отбасыларға бала туғанда және бала күтіміне берілетін жәрдемақыларды төлеуге 61,8 миллиард теңге, 613 мыңнан астам көп балалы отбасыларға және 243 мың марапатталған аналарға 354,5 миллиард теңге төленді. Асыраушысынан айырылу бойынша мемлекеттік жәрдемақы алушылардың 195 мыңға жуығына және мүгедектігі бойынша жәрдемақы алушылардың 542 мыңға жуығына 382 миллиард теңге төленді. Мүгедектігі бар адамдарға және азаматтардың жекелеген санаттарына басқа да төлемдерге 102 миллиард теңге бағытталды. Атаулы әлеуметтік көмекті 48 мың мұқтаж отбасы алады. Ағымдағы жылғы 7 айдың ішінде оларға 18,6 миллиард теңге төленді. Еңбекке қабілетті азаматтар атаулы әлеуметтік көмекке тек әлеуметтік келісімшарт жағдайында ғана қол жеткізеді. Ағымдағы жылы еңбекке қабілетті жастағы 8,3 мыңға жуық атаулы әлеуметтік көмекті алушы отбасының табысын арттыру үшін жұмысқа орналастырылды. Көмекті тағайындау кезінде тек табыстар ғана емес, отбасының шығыстары да есепке алынады. Учаскелік комиссиялардың қызметі цифрландырылады. Ағымдағы жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау үшін медианалық кіріс көрсеткіші қолданылады. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әлеуметтік қолдаудың атаулылығы күшейтілді. Біріншіден, мемлекеттік қолдау шараларын бөлудің санаттық принципінен, мұқтаждық критерийлерінен көшу арқылы скорингтік модель әзірленді. Жаңа тәсілдер Шымкент қаласында және Қарағанды облысында сынақтан өтуде. Мемлекеттен қолдауға үміткер әрбір отбасы аса мұқтаждықтан жоғары әл-ауқатқа дейін осалдығы мен тұрақтылығына арналған скоринг арқылы бағаланады. Біз мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін қысқартпаймыз, атап өткім келеді. Өзгерістер зейнетақылар, мүгедектік бойынша жәрдемақылар, асыраушысынан айырылу және республикалық бюджеттен төленетін басқа да төлемдер сияқты мемлекеттік кепілдіктерге әсер етпейді. Біз жергілікті деңгейде көрсетілетін әлеуметтік қолдаудың атаулылығы мен ашықтығын күшейтеміз. Министрлік әлеуметтік қолдаудың барлық мемлекеттік шараларын кезең-кезеңмен жүргізетін бірыңғай цифрлық платформа құрды. Қазіргі уақытта 128 отбасын қолдау орталықтарының қызметі толығымен цифрландырылды. Жұмысқа және білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, полиция және пробация қызметі салаларынан жұмылдыру топтарының 32 мыңнан астам маманы тартылды. Осы цифрлық экожүйенің арқасында өмірлік қиын жағдайға тап болған 4 мың отбасы қолдау мен әлеуметтік қызметтердің толық кешенін алады.